Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен қолда бар материалдар арқылы сақ қол моторикасын дамытуға арналған тактильді кілемшелер жасап үйренеміз. Ол үшін бізге фетр қажет, өсімдіктердің дәндері, түрлі түсті түймелер, моншақтар, әртүрлі өздерінің кез келген қолданысқа қандай бар, және жіп, және ыстық желім қажет. Мінекей біздің тактильді кілемшелеріміз дайын болды. Бұл тактильді кілемшелермен ойнау барысында балалардың ұсақ қол моторикасы дамиды, есте сақтау қабілеті мен сөздік қоры дамиды. Осындай кілемшелер сіздер үй жағдайында жасап, балалармен ойнауларыңызға болады.